Махаббатқа деген ешбір әлеуметтік қайшылық жоқ біздің заманымызда. Қозы көрпеш Баян сұлудың ғашықтығындай өздерінің өлімге қиярлық ғашықтық болуы мүмкін емес. Сіз солай ойлайсыз ба? Қала шетіндегі тау етегін жапқан қалың ағаш арасында бір жас жігіт келе жатыр. Бұл Еркебұлан. Түн көзге түртсе көрінгісіз тастай қараңғы. Жайшылықта бетке барқыттай жұмсақ тиетін түнгі ауа дәл қазір тікенек боп қадала түсетіндей, жігіт екі бетін қолымен жауып кенет тұра қалады. Әлдекімнің атын атағандай болады. Осылай ол сәл тұрады да қайтадан жүріп кетеді. Және осы көрдей соқыр түнде Еркебұлан ештеңені көрер емес. Бірақ ештеңеге де соқтықпайды. Міне сынған бұтағы кеудесіне қадалғалы тұрған жуан еменге тұп-тура таяп қалды. Бірақ бұтаққа сүйем қарш етпей кілт бұрылып кетті. Міне ол енді табанды тау өзені күркіреген жарқабаққа келіп тоқтады. Енді бір аттаса болғаны төмен қарай құлдилай жөнеледі. Бірақ Еркебұлан дәл осы сәтте кеудесінен біреу итеріп жібергендей тағы кілт бұрылып кейін қарай жөнелді. Қазір жігіттің екі иығында екі періште отырғандай. Сол иығындағы ажал періштесі өлімге қарай сүйресе, оң иығындағы өмір періштесі оны өлімнен бөтен жаққа алып қашқандай. Еркебұлан осылай өлім мен өмір таласының арасында ойын добы тәрізді ұзақ жүрді. Өзі де әбден шаршады. Сонда да жүріп келеді. Алдағы арманы асар белесі тек жүру тәрізді. Аялдар емес. Сонда осынау қайғыдай қап-қара түнде жас жігітті қара жыландай қуып келе жатқан қандай үрей? Ол үрей қасірет және жай қасірет емес, жас көңілдің мөлдір бұлағын суалтқан, жас өмірдің жасыл құрағын қуратқан, ақылынан мүлдем адастыруға аз-ақ қалдырған жан қасіреті, ой қасіреті, ақыл қасіреті еді. Бірақ ол қасіреттің қандай ауыр қасірет екені тек өзіне ғана аян. Еркебұлан тек таң елең алаң біліне бастағанда ғана қалаға қарай беттеді. Ал бұл кезде Алматының орталық ауданындағы қалың ағашты бір көшеде ерсілі-қарсылы тағы бір адам жүрген. Көмескілеу түскен көше шамының жарығы әжімделіп кеткен мейірбан жүзінің сынық екенін, үлкен қой көздеріне қайғы тұманы ұялағанын көрсетіп тұр. Бір кездегі сұңғақ бойының бүкірейіп аяғын сылбыр басқанынан іште жатқан қобалжу, мазасыздану кейпі суығын сыртқа шығарып, оны әлсін-әлсін өкілеткеніне қарағанда, бұның да көңіліне налалы, жаны жаралы кісі екені даусыз. Ағараңдап қылау түскен дудардай шашын әлсін-әлсін бас саусағымен тарап қойып, ол үйінің жанындағы тротуарда тұнжырай адымдайды. Кенет тоқтай қалып, көшенің екі жағына әлденеден үміттене телміріп қарайды. Сосын қабырға сағатының тіліндей тағы ерсілі-қарсылы жүре бастайды. Бұл Еркебұланның әкесі ақын Асығат еді. Әйгілі ақын бүгін тың өлкесінен келген. Түс кезінде баласы Еркебұлан бұны аэропортта күтіп алған. Әкесін үйге әкелгеннен кейін ол қазір келемін деп шығып кеткен. Содан әлі жоқ. Ал Сырқат жұбайы жылап отырып, баласының қандай күтпеген кеселге душар болғанын айтқан. Содан бері әкеден тіпті маза кетті. Әне келеді, міне келеді деп күн батқанға дейін күтіп отырып, баласы келмеген соң дәл бір мына түсіп келе жатқан қара көлеңкемен бірге үйіне қара жылан кіретіндей бұдан әрі шыдап отыра алмай сыртқа шыққан. Содан бері далада жүр. Әр сағатта үйіне кіріп Сырқат әйелінен: «Телефон соққан жоқ па?» деп сұрайды. Жоқ деген жүдеу үнді естіп көшеге қайта шығады. Түн ортасы әлдеқашан ауып кеткен. Күні бойы ағылып жататын машиналар легі де саябырлаған. Алыстан шамы жарқырай көрінген бірен-саран машинаға ол үміттене қарайды. Бірақ машина дәл қасынан аққан жұлдыздай зымырап өте шығады. Енді тағы базарлы байтақ дүниені осынау қараңғы түн жұтқандай көңілі жасиды. Әлде қалай соққан жел зәулім қарағайлар мен емендердің бастарын шулатады. Және баласын күткен әкенің қобалжыған жүрегі ғана лүп-лүп соғады. Октябрь революциясымен құрдас Асығат 7 жасында жетім қалып балалар үйінде тәрбиеленгенді. Лениншіл жастар одағының мүшесі болып,
Алғашқы 5 жылдықтарда зембіл көтеріп, тәшкі айдаған құрбыластарымен қатар ұлы құрылыстарда еңбек етті. Университет бітіріп, Ұлы Отан соғысына қатысып, ауыр жарақаттанып қайтқан. Ақындарыны жер астынан шыққан көз тәрізді. Егер ол кез қуатты болса, қара тасты қақ жарып көкке атылып, жолында қандай бөгет кездессе де, жазық далаға шығып, сел боп тасиды. Ал дәрменсіз жаратылса, ол жырадан жылай ағып, көгал қуып біраз жерге барады да, ақырында бір ойпатқа кездесіп, сазды топыраққа сіңіп жоқ болады. Асығат заманымен үндес бола білді. Соның арқасында атақ-даңққа жетті. Асығат ұзақ жылдан бері жазып келе жатқан үлкен дастан әлі бітіре алмай жүрген. Ал жасы болса келіп қалды. Қазір міне 60-тан асып барады. 60-қа дейін айтайын деген айтып үлгіре алмаған ақын, бұ да арманды ақын. Асығат дастанын бітіру үшін биыл жас шыға бір кезде жас үміті жетем деп алыстағы қиялға қанат қаққан, өзі туған тың өлкесіне жүріп кеткен. Онда дастанның кейіпкерлерімен кездесті. Тау-тау боп үйілген алтын астықты көріп, дастанын тез бітіруге лепіріп қайтқан Асығаттың көңілі Алматыға жетісімен кенет су сепкендей басылды. Аэропортта күтіп алған Еркебұлан кеше өзін тың өлкесіне шығарып салған Еркебұлан емес еді. Қас-қабағы қиылып, адамға тек күлімсіреп қарап тұратын қара торы жүзі енді күн жеген шүберектей боп-боз боп өзгерген. Үлкен мейірімді ойлы көз жанарына қайғы ұялағандай тұмандана қалған. Жоқ, көзін ой туманы, не қайғы тұман емес, адамның үрейін алатын бір ашу тұманы басқандай мағалай. Сұңғақ бойы да екі иығын зіл көтертпей тұрғандай сәл бүкірейе түскен. Баласының түрін көріп шошып кеткен әкесі құшақтасып амандасып болғаннан кейін шыдай алмай, «Қалқам, ауырып жүрген жоқсың ба?» деп сұрады. «Ауырып жүрмін», деді баласы, әкесіне қарамай теріс бұрылып самарқау. «Қай жерің ауырады?» «Жаным». Баласы қанша тұйық болғанмен әкесінен сыр жасыра қоймайтын. Бұл жолы да сол әдетімен ашық жауап берген секілді. Асығат бұдан әрі сұрақ бермеді. Үйге барған соң кең отырып сөйлеспекші болып, күтіп тұрған машинаның арт жағына баласымен қатарласа отырды. Тек отырып жатып, баласының аузынан арақ иісі шығып тұрғанын сезді. Еркебұлан Асығаттың жалғыз ұлы. Былтыр ғана Москваның архитектуралық институтын үздік бітіріп келген. Әкесінің осы жалғыз ұлынан үміті зор болатын. Рас, оның жобасымен әзірге бірде-бір елеулі үй салынған жоқ. Бірақ әке балаға сыншы дегенде Еркебұланның қабілетті екенін Асығат сезетін. Оның үстіне баласы еңбек құмар. Сондықтан оның келешегін ойлап бәлендей мазасыздана қоймайтын. Ал қазір жалғызының жаны ауырып жүр екен. Және бұрын-соңды істемеген әдетін істеп, әкесін қарсы алғанда тал түсте арақ ішіп келген. Рас, мас емес, дегенмен баласының бұл қылығы оған ұнамады. Үйге барысымен бәрінің себебін білуге асықты. Бірақ Еркебұланы әкесінің чемоданын үйге кіргізісімен қазір келемін деп кетіп қалды. Сол кеткеннен ол әлі оралмағанды. Баласының келуін күтпей, Еркебұланы шығып кетісімен Асығат жүрегі ауыратын әйелінен: «Балаң қашаннан мұндай? Қай жері ауырып жүр? Маған неге хабар бермедің?» деп сұрады. Өзі тіпті адам шошырлықтай жүдеп кетіпті ғой. Жоқ, жүдегеннен гөрі өзгеріп кеткен бе қалай? Әйелі еңіреп қоя берді. Оның себебі арақтан, деді өксігін баса алмай. 2 айдан асып барады, күн демас. Саған хабар беруге дәтім бармады. Сенің де жүрегің нашар ғой, тіпті ауырып қалар деп қорықтым. Бекер өйткен екенсің, деді Асығат. Біздің Еркебұланнан басқа кіміміз бар? Егер бұрын-ақ хабар бергенде... Әйелі тағы солқ-солқ жылады. 25-ке келгенше ондай жаман мінезін бір көрмеген сорлы басым, әне қоят, міне қоят деп сеніп келдім ғой. Ақырында мінекей. Сонда ол мас болғанда қалай, өрескел мінездер көрсете ме? деп сұрады Асығат абыржып. Жоқ, деді әйел өксігін әзер басып. Ес-түсінен танып өлерде ішпейді, үйді тауып келеді. Және мас болып төбелесіп, не өзгелердей өлең айтып көңіл көтеруді де білмейді. Қабағын қарш жауып алып, қайдағы жоқ өмірден безген үрейлі өкінішті сөздерді айтады. Кейде оның мұндай күйін көріп, күйініп мен жыласам, мені аяп қоса жылайды. Ондай минуттарында ол енді қоямын деп уәдесін береді де. Бірақ ертесіне тағы ішеді.
Тағы да түні бойы көше кезіп, үйге тек таң ата ғана келеді. Біреу-міреу түнде қастық істеп жүреме деп кейде жібергім келмесе, оған тіпті көнбейді. Аэропортқа бір қызды шығарып салатын едім, деп қайдағы жоқ өтірік сылтау айтып, тіпті шырт ұйқыда жатқан кезде үйден шығып жүре береді. Тағы таң атқанша келмейді. Ондайда жібермеймін деп есікті кілттеп қойсам, балконнан секіремін деп жылынады. Қорыққанымнан есікті аша қоямын. Менің ауырып жатқаныма да қарамайды. Жалғыз баланың мұндай болғаны. Әйелі тағы да жылап жіберді. Өзің білесің, бұрын қандай еді. Бүйтіп біреуіміздің көңілімізді қалдырмақ түгіл. Жоқ, жалғызымның мұндай күйге түсуі арақтың ғана әлек емес. Оның басқа бір себебі бар сияқты. Асығат әрі-бері теңселіп ұзақ уақыт үнсіз жүрді. Иә, деді ол әлден уақытта. Сөз жоқ, арақты ішкізіп жүргенде сол себеп. Түні бойы көшелерді кездіріп жүргенде сол себеп. Және қанша жалынып сұрасаң да ештеңе айтпайды. Айтуға аузы бармайтын шығар, ұяты намысы жібермейтін шығар. Кенет Асығаттың бойы тітіркеніп кетті. Өз басынан өткен бір оқиға есіне түсті.